Алас, бәледен алас. Алас, бәледен қаш. Көзі бардың, көзінен сақта. Тілі бардың, тілінен сақта. Бақым жатсын бесікте, пәлехет қалсын өсікте. Оң. Тресекті келе қойыңыз. Сының Бота ханым, өмірі ұзақ болсын. Тәрбиелі, инабатты келін бол, қыз болып өсе берсін, Құда қаласа. Аумин. Әже болуға. Біз тұштыма салтын жасаймыз. Әне, біздің балапанымыз. Шады қазір. Кәні, ұл бала бар ма екен, ұл бала? Келдер, ұл балдар, келдер. Тышты. Арсыз ұл болсын, кәне, кел. Тышты ма? Тышты. Кәне. Қыз бала да бар ма, қыз бала? 10 шақты, 10 шақты. Тышты. Шылан тәрбие, инабат. Баламыз ер азаматтар келе берсін қазақтың әрбір отбасына. Құтты болсын бүгін. Балапанымызды бесікке салуды бастадық. Айна тарақ қоямыз. Құлы болсын деп. Сайшы қоямыз. Жаманшылық кесілсін деп. Мойнымдағы тұмарым, таусылмайтын жырәнім, айналайын балашым, ұйықтай қойшы бесікке. Мойнымдағы моншағым, айналайын балашым, әлде балашым, балам жатсын бесікте. Кетсін есікке, айналайын балашым, әлде бөпешім, ұйықтай қойшы көкешім, әлде баладан, айналайын баладан. Ал енді бесігіміз қалың болсын деп қазақтың салтымен Мәміле апай өзіңіз айтшыңыз. Нәрестеміз дастарханды болсын деп дастархан жаптық. Иманды болсын деп жайнамаз жаптық. Атасындай абыройлы болсын, еліне сыйлы болсын деп шапан тастадық. Анасындай мейірімді өткір болсын деп нүмшасын тастадық. Ал қашып кетеміз. Кәне, атасы қайда атасы? Абай атасы. Сатып алыңыз келіп, немереңіз, Абай атасы, келіңіз. Әйтпесе алып қоямыз, немереңіз бермей қоямыз. Қоқанға алып кетеміз, Қоқанға. Берсе, елдірмекен. Баласы ғой, тегін бала қайда. Ал, немереңіз өзіңізге, Құда қаласа. Өсіп, өніңіздер. Немере сүйіңіз сізде, Абай ағай, Құда қаласа. Келін алып, Есікке салған екі апамызға сый кәдеміз бар еді. Күміс білезікпенен ақ жаулығымыз бар еді. Сыйға тартып жіберейік. Балапанымызға өмір жасы ұзақ. Есігімізге мынандай нағашылары шуылдағын алып келген. Қазақтың тойы шуылдақсыз болмаған. Ендеше шуылдақтан бір шуылдап тұрып таласыптар басып алып алайық. Той жұғысты болсын баршаларыңызға. Бірінші үлкендерден бастап үлкендерге берейік.
мына нағашыларына рахмет, бесікті әдемелеп алып келген. Құдай қаласа жайлы бесік болсын, жаңағы ұйқысы тыныш болсын, қазақтың осындай салт дәстүрлері жасай берсін. Ал енді сіздер залға кіріп дәм тата беріңіздер. Сіздердің құрметтеріңізге қазақтың бір керемет күйі ортада орындалады. Мектебіміздің білікті ұстазы Гүлсім Дүйсенбиева апайымызбен